Қайырлы күн достар, сіздермен бүгін беттегі даққа және секпілге пайдасы бар маска дайындап көрсететін боламын. Бізге керегі бір шай қасық қаймақ, магазиннің қаймағын қолданамын, және ас содасы жарты шай қасық, сосын перекис керек болады. Мен перекисті 8 тамшы саламын. Және ол көп қосуға болмайды, одан артық. Масканы кешкісін қолданған дұрыс. Негізі бұл масканы бетке жақпастан бұрын қолымызға проба жасап көреміз. Егер қолымыз қызармаса, бетке жаға беруге болады. Өйткені бұның ішінде сода болғаннан кейін кейбір адамдарға аллергия беруі мүмкін. Осылай ақ массамыз дайын болды. Егер видеом ұнаса, лайк басып тіркеліп кетіңіз.